Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге өте нәзік, жұмсақ болып шығатын және дәмі тіл үйіретін медовиктің рецептісін ұсынбақпын. Бұл рецепт басқаларына қарағанда өзгеше әрі оңай дайындалады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Қажетті ингредиенттердің барлығы видеоның астында описаниеде мөлшерімен жазылған, сол жерден қарасаңыздар болады. Ең алдымен құрғақ таза ыдысымызға көрсетілген барлық заттарды салып шығамыз. Одан кейін венчиктің көмегімен біркелкі массаға түскенге дейін жақсылап араластырамыз. Одан соң ұнымызды бірте-бірте салып отырып, әуелі венчикпен, одан кейін қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Жұмсақ қамыр иленіп болды. Одан кейін осы қамырымызды 5 бөлікке бөліп аламыз. Одан кейін әр бөлігін осылай видеода көрсетілгендей етіп, ұнға аунатып, ыдысымызға қайтадан салып қоямыз. Енді бастасақ. Пергамент қағазына кішкене ғана ұн сеуіп, қамырымызды жаямыз. Қамыр өте жұқа жайылады. Одан кейін диаметрі 24 болатындай осылай дөңгелек формада кесіп алдым. 180 градуста 5-6 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей менде барлығы 6 корж шықты. Негізі басында 5-ке бөлгенмін, одан кейін қалған корждарды жинақтап, тағы бір 6-шы корж шықты. Енді кремін дайындайық. Кремге менде қаймақ пен сгущенка ғана. Бұлардың да мөлшері описаниеде берілген. Қаймақ пен сгущенканы қосып, жақсылап араластырамыз біркелкі масса шыққанға дейін. Одан кейін видеода көрсетілгендей кремді жағып, тортымызды жинайтын боламыз. Әрбір корждың үстіне 3-3,5 ас қасықтың көлеміндей крем жақтым. Менде барлығы 6 корж шықты. Мінекей менде тортым жинақталды. Енді жаңа қалған корждарды үгітіп бетіне септім. Осы дайын болған тортымызды кем дегенде 2-3 сағатқа бетін жауып тоңазытқышқа салып қоямыз. Осы уақыт аралығында кремі сіңіп, өте дәмді жұмсақ болып шығады. Дайын болған тортымызды өз қалаларыңызша сәндесеңіздер болады, немесе сол күйі дастарханға ұсынсаңыздар да болады. Мінекей тортымыз өте жұмсақ, нәзік кесіліп жатыр. Дәмі енді тіл үйіреді. Осы рецептімен көптен бері жасап жүрмін. Қашан жасасам да осылай сәтті шығады, удачно болып. Всегда осы бір қалпында өзгермей шығады. Сіздерге де кеңес беремін. Описаниеде барлығы жазылған, видеодағыдай жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайтынына, сіздердің де торттарыңыздың дәл осылай өте нәзік, жұмсақ болып шығатынына сенімдімін. Және осылай өте тез, өте оңай дайындалады. Бір ерекшелігі. Жасап көріңіздер. Сіздерге видео ұнаған болса, рецепт ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытпаңыздар.